Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін қысқа дайындық жасаймыз, яғни көкөністерді әртүрлі жолмен қысқа арнап қатыратын боламыз. Ең алдымен керек заттарымызды дайындаймыз. Менде осындай әртүрлі түсті 40 қабат, оны да қысқа арнап қатыратын боламыз. Таңғы асқа, салаттарға және де әртүрлі тағамдарға осыны қоссаңыздар болады. Ең алдымен сыртындағы жапырақтарын тазалап, осындай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Кішкене ұсақтау бөліктерге бөліп алыңыз. Мен барлығын осылай бөліп дайындап алдым. Барлығын кесіп турап алғаннан соң, осындай бір ыдысқа салып, үстіне суымызды құйып, бір ас қасық тұзымызды қосып, жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Ішіндегі жәндіктері, әртүрлі көзге көрінбейтін кішкентай қоңыздары шығуы тиіс. Сол үшін осындай суға салып қоятын боламыз. Енді жарты сағат өткен соң суымызды отқа қойып, қайнатып, үстіне бір шай қасық лимон қышқылын қосып, осылай барлық орам жапырақты салып, 1-2 минут қайнатып алатын боламыз. 2 минут өткен соң сүзіп, салқын суға салып алатын боламыз. Салқын судан алғаннан кейін орамалдардың үстіне, осындай сүлгілердің үстіне жайып, кептіріп алатын боламыз. Кепкен орам жапырақтарымызды қатыратын боламыз. Міне барлық осылай тізіп шықтым. Кішкене суы сорғып, кебуі керек. Содан соң мен осындай полиэтиленовый ыдысқа қысқа сақтадым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әртүрлі контейнерларға да сақтасаңыздар болады. Немесе осындай полиэтиленовый пакетке де сақтасаңыздар болады. Сақтауға ыңғайлы әрі көп орынды алмайды. Міне осылай мен 2 бөлікке бөліп, тоңазытқышта қатыратын боламын. Енді менде осындай болгар бұрыштарын қатыратын боламын. Болгар бұрышын осылай басын кесіп, шапочкаларын кесіп, ішін тазалап, бұны біз фаршированный перец тамағына қолданатын боламыз. Барлық бұрыштардың ішін осылай тазалап алатын боламыз. Және де осындай шапочкасында лақтырмаймыз, ол да бізге қажетімізге жарайтын болады. Бұрыштарымыздың ішін тазалап, және де бір шайып, оны да бір кептіріп аламыз. Содан соң оны да полиэтиленовый пакетке сақтайтын боламыз. Міне барлығын осылай дайындап алдым, және де бір-бірін ішіне осылай кигізетін боламыз. Кішкене кеңдеуін үлкендеуінен алып, кішкентайына дейін осылай бір-біріне кигізіп дайындап алатын боламыз. Барлығын дайындап алған соң, оны да осындай полиэтиленовый пакеттің ішіне салып, сақтай беретін боламыз. Немесе өзінің арнайы дүкенде сатылатын пакеттері болады, соған да сақтап қойсаңыздар болады. Осылай полиэтиленовый пакетке сақтасаңызда ештеңе болмайды. Осылай сақтап көрсеңіздер де болады. Енді келесі әдісін көрсетейін. Әртүрлі тағамдарға қоссаңыздар болады. Міне мен әртүрлі тағамдарға осылай көлденеңнен жіңішкелеп кесіп шығатын боламын. Тағамдарға дәм беру үшін білесіздер, бұның бағасы қыста өте қымбат болып кетеді. Сондықтан осындай жаз мезгілінде, күз мезгілінде бағасы арзан болып тұрған кезде осылай турап қысқа сақтап қойсаңыздар болады. Міне бұны да турап осындай полиэтиленовый пакетке салып, бір жарты жағына салып алдым. Одан соң ортасын осылай бүктеп, екінші жеріне салатын боламын. Сонда бір-біріне жабыспайды, әрі өзіңізге керек кезде ғана қолдана аласыз. Тамақ жасаған кезде жарты бөлігін ғана қолданып, келесі жарты бөлігін сақтап қойсаңыздар болады.
Енді бізде келесі әдісіміз осындай болгар бұрыштарды алып кесіп алатын боламыз. Осылай дөңгелектеп кесіп қысқа сақтаймыз. Бұны сіз әртүрлі тағамға да қоссаңыз болады, немесе пиццаға қоссаңыз болады. Пицца көп істегендіктен осылай пиццаға арнап, оны да қысқа сақтап қоятын боламын. Енді шапчикаларына кірсеміз, осындай бөліктерін кесіп алып, оны да әртүрлі тамақтарға қоссаңыздар болады. Бұны тастамай, осылай қолдана берсеңіздер болады. Құрметті көрермендер, егер де менің видеом ұнап жатса, арнаға тіркеліп, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер. Міне барлық көкөністерімізді турап алдық, енді қатыратын боламыз. Осындай тақтайшаға осылай тізіп, барлығын тізіп алатын боламыз. Содан соң үстіне полиэтиленовый пакетімізді жазып, келесі бөліктерін орналастырып шығатын боламыз. Мұздатқышта осылай қатырып аламыз. Қатқаннан кейін оны да полиэтиленовый пакетке салып, қатырып қысқа сақтайтын боламыз. Барлық көкөністерді турап, мұздатқышта қатырып алдым. Қызанақты қатырған жерім көрінбей түспей қалыпты. Міне барлық көкөністерді осылай мұздатқышта қатырып, қыс мезгіліне кеңінен пайдалана берсеңіздер болады. Осы әдіспен қатырып жатсаңыздар, төменде пікір қалдыра отырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Айдана.